Ne қарап тұрыңыздар апайлар? Тоқсан бесінші жалпы орта білім беретін мектебінің 8-ші А сынып оқушысы Анарбай Алима Бағдәулетқызы. Сен салт-дәстүрді білесің бе? Бұл тәжірибенің негізгі мақсаты салт-дәстүрді тану және түсіну, оларды қазіргі өмірмен байланыстыра отырып маңызын көрсету. Салт-дәстүрлерді жинақтау, отбасылық дәстүрлерді талдау және жастар арасындағы танымалдылық, тәрбиелік мәнін ашу. Әр дәстүрдің артында терең мән-мағына, өмірлік тәжірибе, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан маңыз бар. Адам өмірінің әрбір кезеңі туған күннен бастап өмірден өткенге дейін түрлі салт-жоралғымен көмкерілген. Қазақ халқында баланың дүниеге келуі тек отбасындағы қуаныш емес, бүкіл ауылдың ортақ мерекесі ретінде қабылданған. Мысалы, бесікке салу, қырқынан шығарып тұсаукесер сынды дәстүрлер осының дәлелі. Мен дүниеге келген күннен бастап ата-анам мені ұлттық дәстүрмен тәрбиелеуге тырысты. Мен олардың көбісін кішкентай кезінде, ал кейбірін енді түсініп келем. Мен олардың барлығын сана сезімінде, жүрегімде терең орын алды. Мен алғаш рет салт-дәстүр не екенін інім дүниеге келгенде жақсырақ түсіндім. Сол күні әжем қырқынан шығару дәстүрін жасады. Ол үшін 40 қасық сумен әшекейлер салып баланы шомылдырды. Сол күні әжем баланы 40 күн сыртқа шығармайды, көз тимесін деп деді. Бұл ата-бабалардың биологиялық бақылауға негізделген дәстүрі. Менің өз отбасымда салт-дәстүр үзілмей жалғасып келеді. Мысалы, әр наурыз мерекесінде ата-анам арнайы наурыз көже дайындап көрші-қолаңды шақырып бата береді. Бұл бір қарағанда жай тойлау сияқты көрінуі мүмкін. Шын мәнінде бұл адамдар арасындағы ренішті ұмытып, жаңа жылда таза көңілмен бірлік пен татулықты нығайтудың негізгі жолы. Мен зерттеу барысында көп нәрсені үйрендім, тек ақпарат жинап жазып қана қойған жоқпын. Әрбір сәт, әрбір кездескен адам менің ойымды кеңейтті, көзқарасымды кеңейтті. Ең алдымен мен өзім бұрыннан білемін деп ойлаған салт-дәстүрді шынайы мәнінде тереңірек түсіне бастадым. Бір қария бұл салт заң емес, сен оны жүрекпен сезінбесең оттан алыстайсың деді. Бұл сөзі мені терең ойға қалдырды. Шынында да салт-дәстүрді тек түсініп, салт-дәстүрді тек қана жүрекпен емес, үйреніп қана емес, жүрекпен де қабылдап, сезіммен қабылдау керек. Бізде теориялық негіз, эмпирикалық деректер, әсер етуші факторлар. Теориялық негізге көбіне теориялық сипаттама болған зерттеулерге қосымша бұл жұмыс нақты оқушылардың пікірлерімен негізделеді. Ал эмпирикалық деректер зерттеу барысында нақты эмпирикалық материалдар жиналып талданады. Әсер етуші факторлар жас ұрпақтың дәстүрге деген қарым-қатынасын, отбасы тәрбиесінен білім беру мазмұны және әлеуметтік ортамен байланысты екенін дәлелденеді. Оқушылардың басым бөлігі дәстүрлердің маңыздылығын мойындағанмен олардың нақты мазмұнын, тарихын, негізін терең білмейтіні анықталды. Бұл жалпы қоғам үшін де маңызды керек. Бұл қоғам үшін де маңызды мәселе. Нөмір 95-ші жалпы орта білім беретін мектептің 9-ші А сынып оқушы Серік Диас Бағланұлы. Витаминдердің адам ағзасындағы рөлі. Бізде адамдар күнделікті өмірде тағамдарды дұрыс тамақтану және де иммунитетті жақсарту және салауатты өмір салтын қолдана білу керек. Бізде витаминдер өзі негізі екіге бөлінеді. Суда еритін, майда еритін. Бұл химияда негізінен зерттелген. Бізде суда еритін витаминдер, олар С, В витаминдері, ал майда еритін витаминдер А, Е, Д, К витаминдер және басқа витаминдерді ериді. Бізде А витамині бізде адамның көру қабілетін жақсартады, тері мен шаш
саулығын сақтайды. Ал келесі витамин біздегі В витамині. В витамині бізде ол жүйке жүйесінің жұмысын реттейді, зат алмасу процесін жақсартады. Ол ең көбінесе дәнді дақылдарда, ет өнімдерінде және жаңғақтарда кездеседі. Ал келесі біздегі С витамині, оның екінші атауы аскорбин қышқылы. Ол біздегі иммунитетті нығайтады, суық тиюден қорғайды. Ол ең көбінесе цитрусты жемістерде және қарақаттарда және тағы басқа дәнді дақылдарда кездеседі. Ал келесі бізде Д витамині. Ол бізде ең көбінесе оның пайдасы орасан зор. Ол біздегі кальций. Ол бізде сүйектің, тістің беріктігін береді. Және де кальцийдің сүйекке сіңуін артады. Ол ең көбінесе күн сәулесінде, сосын сүт өнімдерінде кездеседі. Бізде зерттеудің нәтижелерін қорытындылай келе, әр витаминнің өзі адам ағзасына әртүрлі пайда тигізеді. Және осы витаминдердің артықшылығы мен артуы мен кемшілігі болған кезде біздегі ол кезде бізге түрлі аурулар пайда болады. Және де бізде ең көбінесе адамдарда витамин жетіспеушілігі түрлі кездерде, мысалы қыстың кезінде көптеген балалар жасында алсақ, оларда ең көбінесе ауырып қалады. Себебі оларда витамин жетіспегендіктен олар әр мезгілдің өзінің ауруына тез шалдығады. Сол үшін бізде күнделікті өмірде түрлі витаминдерді тұтынып отыруымыз керек. Мысалы кейбір кезде адамдар өзі үйде отырған кезде, мысалы қыстың кезінде үйде жылы отырған кезде, мысалы бір адам үйде жылы болып шығып сыртқа шыққан кезде бірден оның денесінен бірден тері ұстайды. Сол кезде тері ұстаған кезде бірден ауру пайда болады. Мысалы көптеген адамдарды білеміз, олар суыққа да шыдайды. Олар неге? Өйткені бұлардың ағзасында витаминдер жетіспеушілігі жоқ. Тек оларда витамин көрсеткіші норм болғаннан кейін олар түрлі аурулардың алдын ала алады. Номер 95 жалпы орта білім беретін мектебінің 8-ші А сынып оқушысы Анарбай Мина Бағдәулетқызы. The role of artificial intelligence in learning English opportunities and challenge. Жаңа дәуірдің тілі ағылшын тілі және жасанды интеллект. 19 ғасырда ағылшын тілі тек мектеп пәні ғана емес, ақпарат, технология және болашақ мансап әлеміне апаратын кілт болып табылды. Қазақстанның әрбір оқушы ағылшын тілін меңгерудің маңыздылығын түсінеді. Бірақ көптеген адамдар дәстүрлі қиындықтарға тап болады. Тез ұмытылатын сөздерді жаттау, грамматиканы түсінудегі қиындықтар және ең бастысы қате жіберу қорқынышынан туындайтын тілдік кедергі. Жүйе мүмкіндіктері. Жүйе оқушыға бейімделе алады. Мәтіндерді түсіндіріп және жаңа сөйлесуде имитациялайды. Оның оқушыға қандай пайдасы бар? Жүйе сіздің деңгейіңізде мақсатыңызға және қызығушылығыңызға бейімделген жеке оқу жоспарын жасайды. Жүйенің тиімділігін тексеру. Жүйенің тиімділігін тексеру үшін 3 эксперимент жасадық. Бірінші эксперимент сөздер шайқасы. Мақсаты сөздік қорды жылдам және сапалы меңгеруде дәстүрлі сөздіктің немесе жүйенің тиімділігін анықтау. Екінші эксперимент мінсіз айтылым. Айтылымдағы қателерді түзету үшін жүйенің негізіндегі қолданбаның тиімділігін бағалау. Үшінші эксперимент шекарасыз диалог. Чат-ботпен диалогтың дәстүрлі оқулық жаттығуларын алмастырып, спонтанды сөйлеуді дамытуға көмектесетінін тексеру. Жасанды интеллект ағылшын тілін үйренудің болашағы. Болжам растады. Жүйе құралдарын мақсатты пайдалану дәстүрлі әдістерді сөздік қорды кеңейтуде, айтылымды түзетуде және дағдыларын дамытуда тиімді жоғары екенін дәлелдеді. Жоба мақсаты орындалды. Жүйе мұғалімді алмастырмайды, бірақ қуатты әрі тиімді көмекші екенін дәлелдеді. Негізгі түйін жетістікке жетудің кілті жүйеді жай ғана пайдалану емес, оны оқу процесінде сауатты түрде жаттықтыру ретінде пайдалану. Жалпы орта білім беретін мектебінің 10-ші сынып оқушысы Мамерова Сабина. Абай бара сөздерінің қазіргі қоғамдағы
рухани адамгершілік құндылығы. Қазіргі таңда бізде жасөспірімдер абайдың қара сөздерін күнделікті өмірде қолданса, ол кезде бізде оқушылардың, балалардың адамгершілігі, ой стилін құрметтеуі арта түсетіні сөзсіз. Бізде Абай атамыздың 33-ші қара сөзінде адам баласы адам баласына тіл мәселесі, ұлтжандылық, ана тілін ұмытпау, Абайдың ұлт рухы туралы ойы бүгінде өзекті. Дәл қазір бізде өзекті мәселе ол бізде ағылшын тілін үйреніп жатқан оқушылар өз тілін ұмытып кету қаупі бар. Соны зерттеген болатынмын мен Абай атамыздың қара сөздерімен байланыстырып, тілге байланыстырып 11-ші класстарға сұрақ қойған болатынмын. Қазіргі таңда Абай атамыздың қанша қара сөздерін білесіз деп сұраған кезде көпшілігі бізде 1-3 қара сөздерін біліп жатты. Ал ол сұрақ біткен соң мен қанша қара сөзін білсеңіз соншалықты сізге пайдалы деп ойлайсыз ба деген сұрақ қойған кезде, иә, оны дамыту керек, білгеніміз артық деп жауап берген болатын. Ал қорытындылай келе Абайдың қара сөздері ешқашан да ескермейді, ол адамның мәңгілік мәселесін айтып өтеді. Абайды оқыған ұрпақ саналы ұрпақ, тек білімді ғана емес, адамгершілігі жоғары білімді ұрпақ болып өседі.